өскелең оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ақпаратты қорғау әдістері. Мақсаты ақпаратты бөгде адам оқи алмайтын етіп, олардан рұқсатсыз қол жеткізуден және ақпаратты жоюдан қорғау. Енді қазіргі кезде ақпаратты қорғаудың қандай әдістерін білеміз? Пароль қою, биометриялық қорғаныс, бақылау және шифрлау. Яғни біз бүгінгі тоқталатынымыз шифрлау жүйесі. Ақпаратты бөгде адам оқи алмайтындай етіп қорғау мәселесі криптографиялық жүйе деп аталады. Қазіргі таңда криптографиялық жүйенің екі бағыты дамиды, яғни симметриялық криптожүйе, асимметриялық криптожүйе. Симметриялық криптожүйе дегеніміз ақпаратты ашық крипто десек те болады, яғни ақпаратты беруші және қабылдаушы ортасында келісімменен ашық жарияланады. Асимметриялық криптожүйе жабық крипто десек те болады. Бұл жерде ашық және жабық екі крипто қолданады. Симметриялық криптожүйеде, яғни ақпарат бәрімізге қолжетімді болуы мүмкін, ал асимметриялық криптожүйеде қолжету мүмкін емес. Соның бір түрі, яғни симметриялық криптожүйенің түрі кронсвет шифры десек те болады. Асимметриялық криптожүйеде экса алгоритмін біз өзіміз жай өмірде де жиі қолданамыз. Енді қазір балалар сіздерге бір тапсырма. Мына кронсвет шифры, яғни асимметриялық криптожүйеде кронсвет шифрын пайдалана отырып, мен жаңа айтқандай бұл жерде бір кілт қолданылады. Мен сіздерге мұны хабарлама беремін. Кілт бәрімізге ортақ 2718 кілтті қолдана отырып, менің сіздерге жіберген құпия ақпаратымды оқысаңыздар болады. Бұл жерде біз қазақ алфавитін пайдаланамыз. Әр алфавиттің астында, яғни сан тұр. Бұл санымыз біздің сәйкестендіру саны, яғни жаңа біздің ашық кілтіміз. Осыны пайдалана отырып, сәйкестендіре отырып, алфавиттің астында екі тұрма, екінші әріптен кейінгі алфавитті жаза отырып, менің құпия ақпаратымды оқысаңыздар болады. Енді сіздерге қазір тапсырма, біз қазіргі таңда көп пайдаланып жүрген Нактенай формасын қолданып презентация жасайық. Нактенайдың мүмкіндігі өте көп. Мәтінді бересіз, сізге шағын, нақты презентация жасап береді. Ол жерде әртүрлі схемалар береді. Яғни сіз ұзақ мәтіннің қажеті жоқ, қысқа ғана мәтінді бересіз, сөйтіп мәтінді генерация жасайсыз. Яғни презентация жасаймыз. Сіздерге тапсырма енді бір 6 беттік презентация жасайық. Осы симметриялық криптожүйеге, асимметриялық криптожүйеге біраз мысалдар келтірейік және Вен диаграммасын қолданайық. Яғни Вен диаграммасында асимметриялық криптожүйе және симметриялық криптожүйенің ұқсастығын жазамыз және сәйкестендіруін, ұқсастығын және айырмашылығын жазамыз және талдау жасаймыз балалар. Бәрімізге түсінікті ме тапсырма? Ал сіздерге сәттілік, енді практикалық жұмысқа көшейік.